Саламатсыздар, мен Ақтөбе облысы Ойыл ауданы Ойыл-Қазақ ата мектебінің математика пәні мұғалімі Бекайна Балтыбай Бақтыбайқызы. Менің таңдаған есебім 48-ші есеп. 48-ші есепте мынандай: x1, x2, x3, x4, x5 он сандары үшін мына теңсіздікті дәлелдейді. Ол теңсіздікті дәлелдеу үшін біз тету леммасын қолданамыз. Тету леммасына осы теңсіздікті келтіру үшін мына әрбір бөлшекті x1-ге, x2-ге, x3-ге, x4, x5-ге көбейтіп көреміз. Яғни сонда бізде x1-дің квадраты, x1, x2 қосу x3, қосу x2-ның квадраты, x2, x3 қосу x4, қосу x3-дің квадраты, x3, x4 қосу x5, қосу x4-дің квадраты, x4, x5 қосу x1, қосу x5-дің квадраты, x5, x1 қосу x2. Үлкен 2-ден 5-ке. 2-ден 5-ке. Енді бізде осы тету леммасын сол жағын шығарып алдық. Осы үлкен нетен болу керек, мына оң жағынан. Яғни енді оң жағын жасаймыз. Енді біз мынаның барлығын А деп белгілеп кетсек, сонда А үлкен нетен болу керек. Бізде алымдарының қосындысының квадраты x1, x2, x3, x4 қосу x5-дің квадраты. Бөлшектің бөлімінде бөлімдерінің қосындысы бар. Яғни x1, x2 қосу x1, x3 қосу x2, x3 қосу x2, x4 қосу x3, x4 қосу x3, x5 қосу x4, x5 қосу x4, x1 қосу x5, x1 қосу x5, x2. Бұл үлкен екен 2-ден 5-тен. Әрі қарай. Енді біз теңсіздікті алымын ашамыз, яғни алымын ашқанда x1, x2, x3, x4, x5-тен квадраттары, сосын плюс 2 еселенген мыналардың қосарланған көбейтіндісі болады. Пропорциямен көбейткен кезде біздің нәтижеміз шығады 2x1-дің квадраты плюс 2x2-ның квадраты плюс 2x3-дің квадраты плюс 2x4-дің квадраты плюс 2x5-дің квадраты болады. Яғни 2-ні былай көбейтіп жібердім. Енді әрі қарай мына жерде x 2 еселенген x1, x2 мына бөлшектің бөлімін әрі қарай пропорциямен 5-ке көбейтеміз. Сонда бізде 2 еселенгені бар, ана 2-сі бар, 4 болады. 5-тен 4 тапсырғанда 1 қалады. Сонда минус 2x1, x2 минус x1, x3 минус x1, x4 минус x1, x5 минус x2, x3 минус x2, x4 минус x2, x5 минус x3, x4 минус x3, x5 минус x4, x5 үлкен 0 болады. Енді мен әрі түрлендіру үшін теңдікті екі жағында 2-ге көбейтемін. 2-ге көбейтемін. Сонда менде 4 еселенген 4 квадраттары 4 еселенеді, 4 болады. Аламыз бізде 2 болады. Ары қарай 4x1 квадрат, 4x2 квадрат плюс 4x3 квадрат плюс 4x4 квадрат плюс 4x5 квадрат минус 2x1, x2 x минус 2x1, x4 минус x1, x5 2 еселенген x2, x3 минус 2x2, x4 минус x2, x5 минус 2 еселенген x3, x4 2 еселенген x3, x5 минус 2 еселенген x4, x5
5 үлкен неке 0-ден. Әрі қарай, енді бізде 2x1, x2-ге салып, 2 селенгенге саламыз. Онда x1 минус x2-дің квадраты плюс x1 минус x3-дің квадраты минус x1 минус x4-дің квадратын аралап қосуы плюс x1 минус x5-дің квадраты плюс x2 минус x3-дің квадраты плюс x2 минус x4-дің квадраты плюс x2 минус x5-дің квадраты плюс x3 минус x4-дің квадраты минус x3 минус x5-дің квадраты плюс наралы плюс x4 минус x5-дің квадраты үлкен неке 0-ден. Яғни бізде x1 квадраттан 4 болу керек, x1, 2, 3, 4. x2-ден 4 шығу керек, 1, 2, 3, 4. Әр қайсынан 4-4-тен шықты. Яғни біз білеміз, квадраттан әр уақытта 10 сан шығады, 10 сандардың қосындысы әр уақытта 0-ден үлкен болады. Яғни теңсіздік дәлелденді.